Сәлем достар, өріктің маусымы бітіп, енді сливаның маусымы басталды. Сондықтан сіздермен сливадан пирог дайындау рецептімен бөлісуді жөн көрдім. Менімен бірге болыңыздар, тіркеліп отырыңыздар каналыма, ал өріктен не жасауға болатынын менің каналымнан таба аласыздар. Құрамына қажетті тағамдардың мөлшерін төменде сипаттамадан таба аласыздар. Ең алдымен ұнымызға бір шымшым тұз себеміз, содан соң қант себетін боламыз. Содан соң сары майды қосатын боламыз. Қатып тұрған май болса үккіштен өткіземіз, немесе кішкене жұмсақтау болса осылай кішкентай төрт бұрышты бөліктерге кесіп, ұнымызға қосып, үгітілген қамыр дайындайтын боламыз. Бұл видеода тәтті пирогтың екі түрлі дайындау тәсілін көрсететін боламын. Қамырды қолмен көп илемеуге тырысыңыз, себебі майымыз еріп, қамырыңыз жабысқақ болады. Майыңыз еріген жағдайда кішкене тоңазытқышқа салып алуға кеңес беремін. Келесі үгітілген қамырымыздың үстіне қаймақты қосатын боламыз. Қаймақтың майлылығы маңызды емес. Барлығын қасықпен жақсылап араластырып, біркелкі қамыр илейміз. Ұн сеуіп ашық жерге қамырымызды илеп алып, екі бөлікке ортасынан бөліп, бірдей қылып, пищевой пленкаға немесе пакетімізге орап, тоңазытқышқа сала тұрамыз. Бұл уақытта салмасына салатын сливаларымызды жақсылап жуып аламыз және ортасынан осылай кесіп шаттауын алып тастаймыз. Осындай үлкен бөлшектерге турауыңызға болады, немесе өзіңізге қалай ұнайды солай турасаңыз да болады. Тоңазытқыштан бір қамырымызды шығарып, бірінші пирогымызды дайындайтын боламыз. Қамырыңыз қолыңызға немесе оқтауға жабысып жатса, ұн сеуіп қойыңыздар, және де осылай оқтаумен бір-екі рет өтіп, үлкен дөңгелекше форма илейтін боламыз. Салмасына арналған қанттың жалпы мөлшерінен бір ас қасық алып, жүгері крахмалының ішіне қосып араластырамыз, және де қанттың үстіне бір шай қасық ванилин қосып араластырып дайындап қоямыз. Бұл салмасына қажетті болады. Бәрі дайын болды, тек пирогтың өзін жинау қалды. Формасының астына пергамент қағазын төсейміз, осылай қамырды үстіне жаямыз, жан жақтарын көтереміз, бортик дайындайтын боламыз. Мен бір қамырдан екі пирог дайындап жатқасын қамырым жұқа, ал сіздер осындай формамен дайындайтын болсаңыз, осы қамырдан екіге бөлмей бір пирог дайындауыңызға болады. Сол кезде пирогтың қамыры қалың болады. Қамырды осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Қамырдың үстіне жүгері крахмалы мен қантты сеуіп шығамыз. Бұл біздің сливамыздың суы шыққан кезде сыртына ағып кетпей, пирогтың ортасында болу үшін қажет. Пирогтың бетіне әдемілеп сливаларды қойып шығамыз. Мінекей пирогымыз әп-әдемі болып дайын болып қалды. Үстінен қант пен ванилинді себеміз. Пирогты қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минут пісіретін боламыз. Бірінші пирогымыз дайын болды. Енді екінші пирогымызға кірісетін боламыз. Екінші пирогымыз галетта деп айтылады. Бұл француз халқының тағамы болып саналады. Жалпы галеттіні мейрамханаларда балмұздақпен әдемілеп ұсынады. Бұл пирогқа ешқандай форма қажет емес, тек қана оқтаумен дөңгелекше қылып илейміз жұқалап, және салмасына сливаны осылай видеодадай кесіп турап дайындайсыз. Осы жерде айта кетерім, қамырды бірден пергамент қағазының үстіне илегеніңіз дұрыс болады. Қамырдың үстіне жүгері крахмал мен қантты сеуіп, осылай қолмен жан жағына жағып шығамыз. Тек шет жақтарына жақпаймыз.
Келесі сливаларымызды видеодағыдай әдемілеп салып шығамыз. Келесі шет жағына қалдырған қамырларымызды жан жағынан осылай ішіне қарай бүгіп шығамыз. Үстінен қант пен ванилинді жақсылап сеуіп шығамыз. Содан соң қызып тұрған пешімізде 200 градуста 40 минут пісіретін боламыз. Пирогтар пісіп дайын болды. Жердің алдында міндетті түрде суытып алыңыздар. Достар, бұл пирогтарымыздың қамырлары жұқа болып келеді және де кішкене қышқыл дәмі болады. Себебі сливаның өзі қышқыл. Каналыма тіркеліп отырыңыздар. Тағы да басқа видеоларды, видео рецепттерді менің каналымнан көре аласыздар. Кіріп тамашалап кетіңіздер, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Қарағандарыңызға рахмет, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қазақша контент қолдап кетейік. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.